Қазақ тілі сабағы 2 сынып. Сабақ тақырыбы дара және күрделі сан есім. Бүгінгі біздің сабақтағы оқу мақсатымыз дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім етістікті анықтау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Бас әріппен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу. Бағалау критерийлері: дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім етістікті анықтайды. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазады. Ой қозғау. Жазғы демалыста қайда барасың? Саяхат деген не? Сен саяхатқа шыққанды ұнатасың ба? Олай болса, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тауып көрейік. Жұмбақтас. Әулиекөлдің сол жағында, Көкше мен Теміртау тауларының айрығында орналасқан жартас. Жұмбақтастың пайда болу тарихы туралы халық жадында сақталған аңызда 17 жастағы тұтқынға түскен қалмақ қызы Оқжетпес шыңынан, Бурабайдан, ескі атауы Әулиекөлден секіріп кетеді де, сұлудың түскен жерінен таңғажайып жартас пайда болған. Егер жұмбақтасқа көгілдір шығанақтан қараса, қыздың бейнесі байқалады, ал қарама-қарсы жағынан қараса, мыстан кемпірдің бейнесін көруге болады. Медеу спорт кешені. Жасанды мұз айдыны бар дүние жүзіндегі ең ірі спорт кешені. Медеу Алматының төңірегінде Кіші Алматы өзенінің жағасында жататын мұз айдыны. Ол әлемдегі ең атақты мұз айдындарының қатарында. Іле Алатауы. Алматы Алатауы Тянь-Шань тау жүйесінің солтүстігіндегі жота. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында орналасқан. Оңтүстікке қарай доға тәрізденіп иілген жота ендік бойымен созылған. Ұзындығы 350 км, ені 30-40 км. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында орналасқан. Оны әлемнің 8-ші кереметі деп тегіннен тегін атамаған. Бұл сарайлар мен ғибадатханалардың кешені. Орта ғасыр сәулетінің жауһары. Ол ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне енген. Дәптермен жұмыс. Оқушылар мәтінді көшіріп жазамыз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Сан есімді тап, оның қай сөзбен байланысқанын анықта. Тапсырма. Оқушылар диалог сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістанда Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазан туралы не білесің? Саяхатқа шыққан адамға қандай тілек айтасың? Оқушылар, тілек сөздерді көркемдеп жаз. Сапарың сәтті болсын, аман сау барып қайт, көріскенше. Оқушылар, жолың болсын жолаушы әнін бірге орындайық. Үйге тапсырма.
Сен саяхат жетекшісісің. Балаларға өзің тұратын көше туралы айтып бер. Оқушылар, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Бір сөзбен әдісі. Оқушылар өздеріне берілген 12 сөздің ішінен өздерінің бүгінгі сабақтағы жағдайын сипаттайтындай бір сөзді таңдап айтады.